Şu kelam Allah'ın savabını öyle Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem müşahitine. Peygamberimizin törçerinin oturuşunu sahabalar noktalarına, evliye maşayihlerine, hazretler noktalarına, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve tüm barışan bin Müslümanlar noktalarına. Osunda eminde kol zayıf atkan cemaatimiz, dünya ötüyen tuğan tuğuz, ata babalarını körüş kılın, Kuday cecatlar noktalarına. Arnayı oz tuğanın okuluna sevkir boğan, осы Қызылағашта шahit болған марқұмдардың нұрттарына бағыштады. Из қаладан дәріні алып келді. Куда министерство? В больницу кому? Туда сдать? Нет, это частное лицо. Это вот в больницу сдадите, главный врач. Пусть примет. Может быть, на машине подъехали бы? Да, нет. Вот там одна большая хорошая. Biz aşka жоқ mu? Қандай дәрілер бар? Мен өзім дәрігермін. Сейчас көрем. На это что не положили? Противогрибковое правильно положили. Медисев 350. 350, ну. Ой, да. Там все недосыпные. А, не, там разные положили. И антибиотики, и от этого. Ну, без ашпайми надо. Тут, вот мегасек положили. Тайлол это балдарга, да. Тайлол ход. Простуда. От простуды, да. Мегасев это 250-500, флунол. Положили сиспресс, бактериальная диарея, это вот про это. Понос. Ну, вот основные лекарства такие, антибиотики, антигрипповые. Она коробка, ладно, якинчик коробка. Это показали. Вот эти препараты все. Қабыл болсын, аты жақсы болсын. Шелпек алып дейінде шәкет жетін алып сөйледі. Жақсы. Қабыр азамдан разы, қабырын жәннаттан бір болсын. Жаны жәннатта, тәңір қатал, беуім қаймет өзінің рахматында. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям шефаатында болсын. Онда olған ұрпақтарына, туған туысқан ағайын халқына қайыр берекет тілейміз. Я Алла, еліміз, жеріміз, аспан жердің бәресінен, тілдің тілден, көздің көзінен сақтаймыз. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Allah. Öderek götürür. Tövbe. Allah tükür. Cadayımız yaksı, camanımız tövbe. Kogoruk korkuya çıkarmız. Kuday olsun da bergen bala şakalar aman olsa beri gelir orada. Oslar aman olsa tövbe Kuday ötür. Sizler kayaktan geldinizler? Жасылдар Руханият партиясы. Рахмет. Ниеттеріңе рахмет әке. Все, идем, наш ряд вот этот. Наш ряд вот этот. Две палатки. Вот, бьем там мой ряд. Давай. Теперь твой следующий ряд. Поехали. Беріңіз, мына жаққа. Қабыл болсын. Когда грузили в машину, многие надо это вот председателю сказать. Сейчас. Жақсы бала екен ба? Бақытты бол жаным. Үлкен жігіт бол. Телевидение приезжает, вообще не то снимает. Диктует. Қызылағаштың басына келген қиындық деп есептеуге болмайды. Бұл бір Құдайдың барша адамзатқа, енді оның ішінде енді жарайды қазақ халқына бір көрсеткен бір айбраты. Құдай қаласа кез келген жерде осындай қылып
жасай алады. Бірақ Құдай деген сондай мейірбан бір сөзінде айтады пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламға: "Я Мұхаммад, мен сен бар жерде апат жібермеймін. Және дұға-гөйі бар. Елдің, халықтың тыныштығын, амандығын тілеп отқан бір адам болса, ол жерге апат жібермеймін" дейді. Бұл жаңағы жерде отырған бауырымыздың айтқысы келгенде Құдайдан жаңағы тыныштық, елдің бірлігін сұрау деген нәрсе азайып кетті, сондықтан да болды деп айтқысы келген шығар. Енді бірақ оның барлығын жығылғанға жұрықтай қылып, оның халықтың бетіне баса берген тағы жақсы емес. Ол енді әркімнің Құдай жүрегінде. Бірақ соны амалға, құлшылыққа келген кезде кішкене нашар болып жатқандығының да бір себебі шығар. Бірақ бұл тек осы қызыл ағаштықтар үшін жасалған нәрсе емес шығар. Жаңағы ағаларымыз айтқандай, бүкіл қазаққа бір көрсеткен Құдайдан ғибраты. Осыдан ғибрат алып, осы жерде елдігімізді сақтап, ой, Айдалада қызыл ағашта неміз бар деп жата берсек жата береміз. Ал енді ол да біздің бауырларымыз. Олардың басына келген қиындық мүмкін біздерге де бір күн келуі деген сияқты нәрсемен бір кісідей болып, бір денедей болып жұмылып, осы халықтың тыныштығы, амандығы үшін әрекет қылсақ, сол халық Құдай қаласа, ол мықты болады, бүкіл дүниеге үлгі болады. Қазақтарда сөз бар: "Болатын елдің баласы бірін-бірі батырым" дейді. "Тозатын елдің баласы бірін-бірі қатыным" дейді. Сондықтан біз болатын ел болайық, бір-бірімізді даттамайық, сөкпейік, бір-бірімізге керісінше қолпаштайық, енді қолдан келгенше ақыл қосайық, сөйтіп бірігіп, осы қиындықтан аман-есен. Енді Құдай қаласа бір 2 айдың ішінде біраз тірлік жасалды, енді бір 2 айдың ішінде тағы үлкен тірлік жасалады. Оған дейін енді сіз боп, біз боп көмектесу керек. Сізге осы елдің егесісіз ғой. Пайғамбарымыздың хадисі бар: әркім өзінің орнында жауап дейді. Шопан сол атар қой үшін жауапты. Елбасы сол ел үшін жауапты. Бір ауылдың имамы мысалы сол ауылдың имандылығы үшін жауапты деген мәселелер бар. Сіз осы ауылдың егесісіз. Қаласаңыз да, қаламасаңыз да. Ертең қияметтің күнінде де, бүгін ертең үкіметтің алдында да сізден сұрайды. Бізден сұрамайды. Жоқ болмаса, ана тәтелерден сұрамайды, бұл кісілерден денсаулығын сұрайды халықтың. Жалпы жағдайын сізден сұрайды. Сондықтан енді Құдай сізге қуат берсін, сабырлық берсін, халықпен түсінісіп, дұрыс жұмыс жасап, аяғына дейін шығасаңыз, Құдай қаласа, бұл қиындықтың артында үлкен жақсылықтар болады. Бұл ісіңіз үшін Алла Тағала үлкен сауап береді, Құдай қаласа. Бұл өзіңіз үшін жасалып жатқан шаруамыз халық үшін. Мына Құдай айтады: ораза ұстайды адамдар, намаз оқиды, басқа құлшылығына бұл қабыл бола ма, болмай ма, оны Құдай өзі біледі. Қабыл етемін десе қабыл етеді, қабыл етпеймін десе қанша намаз оқығанымен қабыл етпеуі мүмкін Құдай. Бірақ Құдай уәде қылған халық үшін жасаған еңбекті міндетті түрде қабыл етемін дейді. Тек қызыл ағаштың басында емес, біздің қазақ елінің басында да үлкен қиындықтар көп қой. Кеше ғана есімізді жиып егемендігімізді алып жатырмыз. Жан-жақтан әртүрлі жаулар бар, келіп жатқан әртүрлі идеологияларды кіргізіп жатыр. Халықтың берекесін алып, іріткісі алу үшін неше түрлі жұмыстар жасалып жатыр, әртүрлі. Жаңағы газет, журналмен де, телевидениемен де, басқа жағдайлармен халықтың арасына көптеген іріткілер кіріп жатыр. Оны жаңағы аталарымыз бір сөзінде айтады: қазақтың көзсіз баласын қаңғыртып қайда барасың, арыңды сатып харамға халалдап қайтып аласың деп. Сондай не істерін білмей тұрған жас ұрпаққа сондай әртүрлі шетелдің ақшасына сатылып, неше түрлі жаңағы жолдарға түсіріп, халықтың арасына іріткісі алып, берекесін алып жатқандар көбейіп бар. Біздің жаңағы экономический кризис деп айтып жатырмыз, бірақ қазіргі кризис, рухани кризис өте қауіпті болып тұр да. Қазір жаңағы берекенің кетіп жатқан сол руханидың жоқтығы. Әйтпесе жаңағы жерде таласпай отырса, мысалы ана жерде таласпай отырған кісілер аяқ астынан өзінен өзі ел үйіне барып, тіпті үйінде жоқ адамдардың үйіне барып түсіп жатыр. Ана мына жақта таласып, ақыр соңында дымсыз қалды. Бұл жаңағы әркімнің рызығы ол Құдай тарапынан пішілген, кесілген нәрсе. Одан артық кем болуы мүмкін емес. Мысалы осы отырған дастарханда да дәл осыдан артық болмаса кем болуы мүмкін емес. Құдай осы уақытқа, осы дастарханға
біреуімізді Талдықорғаннан, біреуімізді Алматыдан, біреуімізді тағы басқа жақтан жинап алып келіп отырып, осы нәрсені жеуіміз Құдай тарапынан жазылған нәрсе. Сол нәрсе халықтың арасындағы осы алауыздықтың өзі үлкен апат. Мына су апатынан кем емес бұл апат. Халықты құртатын осы халықтың арасындағы алауыздық. Құдай содан сақтасын. Ауызбіршілік осыдан кейін мықты қылсын. Мына жаңағы айтып жатырмыз ғой, бұның бәрі ғибрат. Осыдан ғибрат алып, халқымыз жақсылыққа қарай қадам бассын, бірлікке, ынтымаққа қадам бассын, Құдай қаласа. Болашағымыз жарқын болсын. Мына осы топты бастап берген ағаларымызға, әпкелерімізге рахмет. Жаңағы айдалада Алматыда жатып, мысалы үшін Қызылағашта не болды, не қойды, ешбір қатысы жоқ дейсін де болады. Бірақ менің халқым ол жерде қиналып жатқан осы қазақта деп келіп отырғандығы бір азаматтығының, ұлт жандылығының белгісі, ел сүйгіштігінің белгісі. Құдай қаласа осындай сезім бізді ертең жақсылыққа бастайды. Сережан, вы рядом встаньте, чтобы сравнить уровень воды с вами. Да. Бірақ мечет қатысы жетті. Мечет қалған шайып кеткен. Мына өзен тарту керек жанында. Сынған көпіртар. Бұлай келіп отыр ғой. Міне мынау сайдың аңғары, өзеннің негізгі бас жағы осы жағы. Жаңағы тасқын су осы жақтан келген. Тоспаның ана жерде четі көрініп тұр ғой, содан жарылып кеткен бері қарай. Жарылғанда мына жерде сол су мына жердің бәрі үй болған. Мына жолдың екі жағы қала сияқты кәдімгі. Осы екі жағында мына қазір көріп тұрған жазығымыз ана үйлерге дейін. Бұрын үйдің орындары болған. Осының бәрін жуып шайып кеткен ғой. Енді сол мына Алматы Өскемен трассасы үлкен жол, тарихтан бері қарай иә. Анау Кеңес одағы Сталин, Ленин заманынан тартып құламай тұрған. Соны мына Қызылтасын құлатып кеткен. Солай. бір қанша ғана жер қалған ғой осы маңайда. Соның бірі жаңағы мешіт, мектеп және жаңағы емхана. Соның бірі мынау өлілер жатқан зират молалар. Оған су шықпаған.
басқа жерде біразын су алып кеткен. Көпір осы арада болған. Көпірді бірақ жұлып кеткен. Міне қайтадан орнына келтіріп жұмыстар басталып жатыр. Бұл негізгі трасса Шығыс Қазақстан бағытында жүретін негізгі жолдың үлкен жолы осы. Мына су міне су, қазірде сол бағыттан келе жатқан су. Осы судың басынан жиналған су ғой, тоқойдырмай айтқанда. Міне ана жерде бөгет болған ғой, бұлайынан ана тоспа. Ана жерде бұлай белдеуленіп белгілі болып тұр ғой бір дөңгінің міне. Содан бері қарай сол су алып кеткенде ол мына жағын бірақ жұлып кеткен ғой. Мына уақытша салынған жол бұрынғы жол емес, бұрынғы жол мұны. Это видите, он долбит. Это походу колонна, которая вот эти мосты держала. Большая колонна. Даже такой огромный этот смогли, вот эта вода смогла потом снести. Вот он сейчас раздалбывает его, подсматривает большим этим. Разломать, да? Да, ему надо разломать, и они здесь новую вот эту делают. А вон так вот проходит новая дорога. Вот это вот временная пока что. Они поставили маленький мостик через реку. Вот это вот старая дорога, которая большой мост настоящий. Она же не проходила всю, пока все смыло. Эти работы самый раз идут. Жетті.